Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте оңай тағам шәуле жасайтын боламыз. Қазанымызға майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Үстінен бір пиязымыз бен етімізді турап, бірге салып, 10 минут шамасында етіміз қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Одан соң бір сәбізімізді осылай соломка етіп турап, жақсылап араластырып, 5 минут шамасында қуырып аламыз. Ал енді картопымызды саламыз. Оны да 5 минут шамасында жақсылап қуырып аламыз. Бір шай қасық томатымызды салып, 2 литр суымызды құйып, жақсылап араластырып, бетін жауып, қазанымыз қайнағанша қалдырамыз. Міне біздің қазанымыз қайнады. Енді дәміне қарай тұзымызды саламыз. Енді бетін жауып, баяу отта жарты сағаттай уақыт тушить ететін боламыз, етіміз піскенше. Міне етіміз пісіп шықты. Енді 200 грамм күрішімізді салып, қатты отта бұрқыратып қайнатамыз. Күріш бізде жартылай ғана пісу қажет, толық емес. Міне күрішіміз біздің дәл осылай пісіп шығуы керек. Осылай жартылай ғана. Одан соң бетін жауып, 15 минутқа астын өшіріп қалдырып қоямыз. Сонымен біздің шәулеміз дайын. Өте оңай тағам, және де дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіз. Еш өкінбейсіз деген ойдамын. Бетіне укропымызды сеуіп, асқа бере берсек болады. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.